Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ғарышкерлер күніне арналған қолөнер жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, комментария басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай кішкентай коробка қажет, және воздушный пластилин, фольга, колер қара түсінен, жилка, скотч, ыстық клей, канцелярский нож, қайшы қажет болады. Ең алдымен канцелярский нождың көмегімен картонымыздың жан жағындағы артық тұрған картондарды қиып тастайтын боламыз. Енді осы кішкентай жерді картонның қиығымен ыстық клей арқылы жабыстырып, тегіс етіп бітейтін боламыз. Міне бітеп алдық. Енді колердің қара түсімен ішінің барлық жерін айналдыра бояп шығатын боламыз. Міне қара түске бояп алдық. Енді зубный щетканың көмегімен ақ түске батырып алып, осылай қолымызбен шашыратып, майда жұлдыздарды бейнелейтін боламыз. Міне бізде сол кезде өте әдемі болып шықты. Енді воздушный пластилиндерімізді алып, 8 ғаламшарды бейнелейтін боламыз. Міне көкті домалатып алып, жасылдан узор салып, осылай жердің бейнесін бейнелейтін боламыз. Міне осылайша бейнелеп алатын боламыз. Енді күнді, Сатурнды оранжевый түстен, сары түстен араластырып бейнелейтін боламыз. Воздушный пластилин өте жұмсақ, өте оңай иілгіш болып, өте оңай дайындалады. Осылай барлығын дайындап алдым. Фольгадан, пластилиннен осылай ғарышкерлерді де бейнелеп алатын боламыз. Енді фольганың ішіне газетімізді умаждап салып, айдың бейнесін бейнелеп алатын боламыз. Оны ыстық клеймен картонымыздың астыңғы бөлігіне орналастырып алатын боламыз. Осылай. Енді дайын болған планеталарымызды осылай жилкіге ине жіппен өткізіп, картонымыздың төбесінен осылай іліп, сыртынан скотчпен бекітетін боламыз. Міне осылайша тартып тұрып, өзімізге керек жерге дейін тартып тұрып, скотчпен бекітіп, артық жерін қиып тастайтын боламыз. Міне өйстіп, барлық планеталарымызды орнатып шығатын боламыз. Міне мен барлығын жіп арқылы орнатып алдым. Енді ары қарай осындай светильник, түрлі түсті болып жанатын светильник болады. Соны қолөнерімізге әдемі түр беру үшін орнататын боламыз. Оны да ыстық клей арқылы әр жерінен қыстырып орнатып қоятын боламыз. Сол кезде осылай әдемі болып жанып тұратын болады. Енді картонымыздың сыртын қаптау үшін мен осындай фиолетовый түсті гүл орайтын қағазды пайдаландым. Скотч арқылы, ыстық клей арқылы сыртын барлығын қаптап шығатын боламыз. Міне сол кезде бізде өте әдемі ғарышкерлер күніне арналған қолөнеріміз дайын болды.